жерге адал қызмет етуді өмірлік мұрат еткен Ерғали Абдоллаұлы 1933 жылдың 1 қаңтарында дүниеге келді. Балалық шағы сонау қиын қыстау кезеңге тұспа-тұс келсе де, білімге құштар жас жігіт 1942-1952 жылдар аралығында Ойыл қазақ орта мектебінде оқып, ғылым білімнің алғашқы баспалдағынан өтті. 1952 жылдан бастап еңбекке араласқан ол түрлі салада мәдениет, қаржы, білім мен басқару ісінде өзіндік із қалдырды. Туған жерінің игілігі үшін адал қызмет етіп, аудандық атқару комитетінде партиялық жұмыстарды абыроймен атқарды. Кейін Ойыл ауданының Қайыңды, Амангелді совхоздарының партия комитетін басқарып, елдік мүддені ту еткен азамат болды. Еңбекпен қатар білімін жетілдіруді тоқтатпаған Ерғали Абдоллаұлы Алматыдағы жоғарғы партия мектебін тәмамдап, ұйымдастырушылық қабілетін жаңа деңгейге көтерді. 1976 жылы аудандық жол мекемесінің басшысы болып тағайындалып, осы саланы табан аудармай 18 жыл басқарды. Өмірде де, еңбекте де адал болған Ерғали Абдоллаұлы 1960 жылы шаңырақ көтеріп, жары екеуі 3 ұл мен 3 қызды тәрбиелеп өсірді. Балалары мен немере шөберелері оның өмірінің жалғасы, ең үлкен қуанышы болды. Әке анасынан жастай қалып әжесінің тәрбиесінде өскен Ерғали әкеміздің өмір бойы жүрегінде сақтап келген бір арманы бар еді. Сол арманы арада 77 жыл өткенде орындалды. 2019 жылы майданда хабарсыз кеткен әкесінің жерленген орнын тауып, басына белгі қойып, дұға бағыштады. Оның жүріп өткен жолы адалдықтың, еңбексүйгіштіктің, елге қызмет етудің айқын үлгісі. Қажырлы еңбегі мен іскерлігінің арқасында 2021 жылы Ерғали Абдоллаұлы Қазақстан Республикасының құрметті жолшысы төсбелгісімен марапатталды. Көңілі дархан, сөзі нық, ісі тиянақты жан 93 жасқа қараған шағында 2025 жылдың 26 тамызында өмірден озды. Артында өнегелі ғұмыры мен өшпес ізі қалды. Құдай жарылқасын, дәулетті етсін, бақ қарасын, қыдырдарсын, Алла кең пейіл берсін, аруақтар жөйіп дастарханға береке берсін, үй мен жүздегі мал мен жанды аман етсін. Ерғали Абдоллаұлы артында өшпес із қалдырған ардақты азамат. Ол кісінің ғұмыры адалдықтың айнасы, еңбектің шынайы бейнесі, ұрпаққа ұлағатты өнеге. Артында ізгі ісі мен аманаты, балалары мен немере шөберелері қалды. Өмірінің мәні еліне жасаған еңбегі, отбасына сіңірген мейірімі еді. Бүгінде ол кісінің нұрлы жүзі мен асыл сөздері жүректерде жаңғырып, адал ғұмыры біз үшін шамшырақ болып қала береді. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам,
әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Сіз қасымыздан кеткелі міне 1 жылда өтті. Сағынышпен, сіздің әңгімелеріңіз бен батаңызды еске аламыз. Айтқан өсиетіңізді орындап, өмірлік ұстанымыңызды сақтауға тырысамыз. Жарқын бейнеңіз біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Әкем асқарым, аласармас асқағым, өзің барда әкетайым, арайлы ашық аспаным. Әкем тірегім, сен деп соғар жүрегім, бауыр етің балаң үшін мейірімді жүрегім. Әкем таудан ескен самалдайын, әкем алынбайтын қамалдайын, әкем сендей биік таба алмаймын. Әке жанымдағы жаңалығым, әке үлгі маған даналығың, әке қарашығы жанарымның, әкем. Өмір сынағын өткерсең де шыдадың, ол қызыңа шексіз бақыт тек тәңірден сұрадың. Тағдыр кештің де көрсетпедің ешкімге,
сенің қадір қасиетіңді түсініппін кеш мүлде. Әкем таудан ескен самалдайын, әкем алынбайтын қамалдайын, әкем сендей биік таба алмаймын. Әке, әке жанымдағы жаналығым, әкем үлгі маған даналығың, әке қарашығы жанарымның, әкем, әкем. Әкем таудан ескен самалдайын, әкем алынбайтын қамалдайын, әкем сендей биік таба алмайын.